Өзге де тақырыптарға ойыссақ, өңіріміздегі оңалту орталығы республика көлеміне танылып келеді. Себебі ашылған уақыттан бері мыңдаған қарт ем-дом қабылдап, аяқтан тұрып кеткен. Қазіргі уақытта орталықта тұрғындарға қандай жағдайлар жасалады? Әріптесім Аяулым Рахымжанова біліп көрді. Мунира Досымханова 82 жаста. Кенжекөл ауылының тұрғыны орталықта алғаш демалып жатыр. Алтын алқа егері ем алып қана қоймай, бұл жерде уақытын қызықты өткізеді. Барлық шараларда белсенділік танытады. Келген кезде аяғымды баса алмай келгем. Қазір аяғымды басып отырмын. Жақсымын. Давление болған. Давление жоқ. Жаңа биледім бұлай. Жақсымын. Рахмат сендерге, көптен көп рахмат. Ал Бадиша Қайырова күміс алқа егері. Өзінің 78 жасында жерлесіміз жаттығу құрылғыларының қолданыс ережесін дұрыс меңгерген. Айтуынша еш қиындық тудырмайды. Сауықтыру орталығында 3 жыл қатарынан ем-дом қабылдап жатыр. Өмірде енді кәрілікте болады ғой. Сол кәріліктің әсерімен кішкене денсаулығымыз азайғасын, денсаулық зүйіктеп келдік ардагерге. Рахмет. Қыздар да бәрі тік тұрып қарсы алады, жақсы. Обслуживаниесі бәрі тамаша, тамағы тамаша. Төсек орнымыз таза. Облыстық оңалту орталығы 2004 жылдан бастап жұмыс істейді. Мұнда 15 жыл уақыт ішінде 25 мыңнан астам адам денсаулығын түзеген. Бүгінгі күні орталықта бір уақытта 120 адам арнаулы әлеуметтік қызметтерді ала алады. Жалпы биылғы жылы мұнда 2 мыңнан астам адам оңалту мен сауықтырудан өтті. Қарттар мен мүгедектер үшін бір қолайлықта жақсы істелінген нәрсе. 6 түрде көмек көрсетеді қарттар мен мүгедектерге. Оның ішінде де медициналық, одан кейін құқық қорғау, тазалық жағынан асхана, сондай көптеген көмектері бар. Енді қартайған адамдардың үйде отырып, тек қана өзімен өзі болғаннан гөрі осында кеп танысып, ойнап, күліп, билеп демалғаны дұрыс па деймін. Орталықта 2 бөлімше жұмыс атқарады. Стационар 80 орынға және 40 адамға есептелген күндізгі стационар. Ем алушылар үшін барлық жағдай жасалған. Физиотерапия кабинеті, жаттығу залы, психолог мамандарымен жұмыс, сауна мен бассейн, бильярд және шахмат ойнайтын арнайы демалыс бөлмесі қарастырылған. Сонымен қатар мұнда қолөнер, ән айту және бимен айналысуға мүмкіндіктер бар. Аяулым Рахымжанова, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.